бізде қазір қандай сабақ? Математика, иә? Математикадан балалар біздің бүгінгі тақырыбымыз не білесің және не істей аласың. Біз бүгінгі сабақта берілген ұзындық бойынша кесінді сызуды және жазық фигуралардың модельдерінен және бөліктерінен композиция құрастыруды тағы да пысықтайтын боламыз. Бүгін біз математика сабағынан қандай тақырыптар өтті, қандай білім алдық, соның барлығын қайталайтын боламыз. Есімізге түсіреміз. Өйткені бізде қазір жылдың соңы, иә? Балалар, біз бүгін білім әлеміне саяхат жасаймыз. Саяхатты немен жасаймыз? Саяхатты немен жасаймыз? Самолетпен, ұшақпен жасаймыз. Ал енді ұшақпен жасау үшін қазір құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі таңғажайып саяхатқа аттанғалы ұшақпен ұшу үшін біздің әрқайсымызға паспорт керек. Қазір мына жерге шыға қойыңдар. Бір-бірден паспорт ала қоямыз. Және сол алған паспорттарымызбен мына жерден жұмыртқа таңдаймыз. Жұмыртқаны жартысын табамыз. Тыныш. Мен өзім шақырып отырам бір-бірден. Бірінші бізде Жасұлан Амир келе ғой тез. Бір жұмыртқаны таңдай ғой мына жерден. Сосын жұмыртқаның жауабы тақсан болса тақсан тобына, жұпсан болса жұпсан тобына барасың. Қатты оқи ғой. Жақсы. 16 тақсан ба, жұпсан ба? Жұпсан тобына бара ғой. Келесі. Жақсы, отыра ғой. Ал жақсы балалар, біз енді өз ұшақтарымызға отырдық, иә? Сендер тақсандар ұшағында, сендер жұпсандар ұшағында. Енді біз ары қарай дәптерлерімізді ашамыз. Дәптерлерінде балалар метелерге әдеттегідей көркем жазуға қаламсап алып, көркем жазуды жаза қояйық. Болғандарымыз бүгінгі күнді жаза қойып. Номер 1 дейміз. Оқулықта біз қай жерге келдік? Нешінші бетке келдік? 142, 143. Жақсы. Номер 1-ші тапсырмаға қараңдаршы. Номер 1-ші тапсырма не дейді? Ұзындығы 5 сантиметр болатын Жақсы. Ұзындығы 5 сантиметр болатын кесінді сызына жерден қарындашпен сызғыш аламыз. Және ұзындығы 5 сантиметр болатын кесінді сызайық. Қоямыз. Жақсы ма? Кесінділер еліне бал қоямыз. Бірінші бізде кесінділер елі болды. Келесі балалар бізде құрметті ханымдар мен мырзалар, бүгінгі таңғажайып саяхатқа аттанғалы. Жақсы. Келесі балалар бізде ойын ойнайды.
бірінші топтан қане жұп сандар тобынан біреу сан таңдай қойыңдар. Жансұлу 8 60 қосу 20. Тезірек айтатын жауабыңыз. Келесі Қарақат 80 дұрыс. 6 6-да бізде сұрақ жоқ екен, басқасын таңдап. 2 Ең жетпіс, өте жақсы. Жарайсыңдар. Енді балалар, барлық өте жақсы орындарыңдар. Сондықтан екінші бал көзінің еліне 10 бал өздеріңе қойып қойыңдар. Жақсы. Ары қарай балалар, бізде келесі әуежай теңдіктер мен теңсіздіктер елі. Қазір теңдіктер мен теңсіздіктер еліне бұл жұптық тапсырма. 2 бала бірге істейді. Сендер екеуің бірге жасайсыңдар. Бәрін жасайсыңдар. Сендер екеуің бірге жасайсыңдар. Қазір айтам. Теңдіктер мен теңсіздіктер біз алдында құрастырып жүрдік қой. Ол сияқты теңдіктер мен теңсіздіктерді құрастырасыңдар. Дұрыс. Жақсы, сендердің тоқтарыңызға дұрыс. Сендерде дұрыс. Ой, көп келе жоқ. Жеткілікті мен тексере қойын. Дұрыс. Аха, жақсы. Сендерде. Сен тек қана бір ғана немен жасадың, сен екеуімен жасадың. Өрнекпен. Жақсы, өте жақсы. Балалар, бұл тапсырмаңызда сендер өте керемет орындарында. Қазір сендерге сол тапсырмаларың үшін марапаттау. Келесі балалар бізде ақиқат пен жалған. Ақиқат пен жалған есімізде ғой, е? Ал ендеше бәріміз ортаға дейін қояйық. Қазір енді мен сендерге айтқан кезде, мына жерде балалар, мына бұрышта бізде ақиқат бұрышы, мынау жалған бұрышы. Қазір мен айтқан кезде, сендер дұрыс болса ақиқатқа, қате болса жалғанға жүгіреміз. Жақсы ма? Қателеспеуіміз керек. Бірінші сұрақ, 3 бұрыштың 3 бұрышы бар. Ешкім қателеспей орындады. Сондықтан сендерге қазір міне сыйлықтары. Енді балалар, бізде қазір тағы да көңілділер тапсырмасы, көңілділер елі. Мына жерде сендерге мен әртүрлі геометриялық фигураларды айтып қойдым. Ортаға шыға қойыңыз. Ортаға шыға қойыңыз. Шыға қойыңыз. Мен сендерге былай айтам, бұл жиындарға байланысты. Қазір мен айтқан жиындарға бөліне қоямыз. Мен қазір сендерге мынандай жиындарды айтамын. Мына жаққа 3 бұрыштар жиыны. Мына жаққа көп бұрыштар жиыны қане жинала қоямыз.
қойсыңдар? Балдарды қоя қойыңдар, е? Өздеріңе бал қоя қойыңдар, мен қазір сендерге. 10 бал, е. Қазір мен сендерге сыйлықтарыңды берем, оған дейін балдарыңды қойып. Мына жерге балдар, мынаның ішіндегі фигуралардан мына суретті жасыра қоямыз. Мына жерге клей бар міне. Міне қараңдар балалар, жұпсандар тобының жасаған жұмысы өте жақсы. Әдемі ме? Өте әдемі. Екінші, тақсандар тобын көрейік. Ой, біреу түсіп қалыпты, е? Міне балалар, бұлар да өте әдемі жасаған екен. Жақсы. Бізде енді ары қарай есептері жер екен. Алдарында есептер бар. Міне осы екі есепті мен екі топқа беремін. Мына жерде сұрақ белгісін ұмытып кетіпті дейді. Жақсы, отыра ғой. Ал жақсы балалар, жалпы